Иық жауырын периартриті клиникалық белгілері, асқыныстары, диагностикасы, профилактикасын өтетін боламыз. Иық жауырын периартриті бұл ересек адамдардың 10%-на таныс ауру. Бұл патология иық жауырын буынының жанындағы жұмсақ тіндердің қабынуға ұшырауын айтамыз. Көбінесе бұл ауру 40 жастан асқан ерлер мен әйелдерде кездеседі. Анатомиясына қарасақ, бірінші бұғананы көреміз. Акромен бұғана байламы, акромен үсті сөмке, трапеция байламы, құстұмсық акромен байламы, дельта асты сөмке, құстұмсық иық байламы, капсула байламы, жауырын, тоқпан жілік, екі басты бұлшықтың қысқа басын көреміз. Осы аталған заттардан иық жауырын буыны құралады. Иық жауырын периартритінің себептері. Иық жауырын периартритінің нақты себептері әлі күнге анықталған жоқ, бірақ ауруға әкелетін бірнеше себептер бар. Біріншісі остеохондроз ауруы және мойын омыртқасының өзгеріске ұшырауы. Бұл синдромдарда мойын иық тіндерінің ишемиясы пайда бола бастайды және сол аймақтың тіндерінің жүйке өрімдері мен қан айналымының нашарлауы басталады. Екіншісі, шамадан тыс физикалық белсенділікке байланысты буынның жанындағы бұлшық байлам тіндерінің жарақаттары болуы мүмкін. Сіңірлер мен байламдар жарақат алады, ісінеді, қабынады және ауырады. Сонымен қатар жоғары физикалық жаттығулармен айналысқанда, арнайы жаттығуларды дұрыс жасамағанда және жаттығу арасында қажетті демалыс болмаған кезде де иық жауырын периартриті дамуы мүмкін. Бірінші кезекте иық жауырын аймағында ауру сезім пайда болады. Ауру симптомы жедел немесе созылмалы болуы мүмкін. Ауру симптомы көбіне түнде күшейе түседі. Науқастың ұйқысын қашырып, мазасын кетіре бастайды. Науқас уақыт өте келе иық буынының қозғалысының шектелуіне шағымданып, қолын жоғарыға, жанға және 360 градусқа айналдыра алмайды. Иық жауырын аймағында жергілікті температура, қызару, ісіну болуы мүмкін. Егер периартрит созылмалы ағымға айналса, ауырсыну симптомы күшейе түседі. Ол жанында орналасқан мойынға, жауырынға, қолға, білезікке және саусақтарға таралады. Зақымдалған буын аймағындағы бұлшықеттер мен байламдар тығыздалып, қатайып, қолдың қозғалысы толығымен шектеледі. Иық жауырын периартритінің даму сатыларына тоқталсақ, 3-ші стадия. Бұл кезде физикалық жүктемеден кейін немесе қолмен бірден қимыл жасаған кезде ауру симптом пайда болады. Қолды жоғары көтере алады. Екінші стадия. Ауру симптомы тыныштық жағдайда пайда болып, мойынға және жауырынға қарай таралады. Ауру симптомының сипаттамасы шаншу қадалған сияқты немесе жаншып тұрған сияқты көрініс табады. Қолды жоғарыға 90 градустан артық көтере алмайды. Үшіншісі, бірінші стадия, ол қатаю деп аталады. Бұлшық тоникалық синдром түзіледі. Бұл стадияда қолдың қозғалысы толығымен шектеледі, яғни 30 градустан артық қозғалыс жасай алмайды. Иық жауырын периартритінің асқыныстары. Иық жауырын периартриті кезінде нақты ем тағайындалмағандықтан ауыр асқыныстарға келеді. Негізгі асқыныстарына созылмалы бас ауруы, шаршау, ұйқысыздық жатады. Аурудың ең қауіпті асқыныстарына адгезивті капсулит жатады. Бұл патология 3-4 айдың ішінде қозғалыстың шектелуіне және иық буынының толығымен шектелуіне әкеледі. Өкінішке орай бұл аурудан соң қажетті реабилитация мен емделуден кейін де қайта қалпына келтіру мүмкін болмайды. Периартрит сіңірлер мен байламдардың жыртылуына, тіпті иық буынының шығып кетуіне әкеледі. Иық жауырын периартритінің диагностикасы. Егер иық ауырса немесе қозғалыс шектелсе, учаскелік дәрігеріңізбен кеңесу керек. Бастапқы диагностика тексеруді, бұлшықеттер мен байламдардың күйін және буынның қозғалғыштығын бағалауды қамтиды. Диагнозды нақтылау үшін қосымша зерттеулер тағайындалады. Рентген сәулелері сіңірлердегі кальцинацияларды, буындардағы өзгерістерді, буын кеңістігінің тарылуы, сүйектердің сынуы, остеофиттер көруге мүмкіндік береді. Ультрадыбыстық зерттеуде сіңірлердің қалыңдағанын, егер сұйықтық болса,
және оның табиғаты қандай болса, қабыну аймақтарын, сіңірлердің, байламдардың, капсулалардың жыртылуын қарастыруға болады. МРТ зерттеуі буын мен жұмсақ тіндердің жағдайын мүмкіндігінше дәл бағалайды. Иық жауырын периартритінің профилактикасы. Алдын алу бұл иық жауырын периартритінің дамуына әкелген ауыртудың себептерін жою, атап айтқанда зақымдалған бұлшықеттер мен байламдарды қалпына келтіру және мүмкіндігінше травматикалық факторды болдырмау, салауатты өмір салтын ұстану. Бұлшықеттердің атрофиясына жол бермей, ауырсынуға қарамастан белсенді өмір салтын сақтау маңызды. Күні бойы қозғалу, жүру, аз отыру, ал егер жұмыс отырықшы болса, үзіліс жасау керек. Иық буынының ауруларын алдын алу үшін терапевтік массажға бару, жұмыс кезінде, ұйқы кезінде дұрыс позицияны сақтау, қолайлы матрац пен жастықты таңдау, контрастты процедураларды қолдану, монша, суық ванна, дұрыс тамақтану, көкөністер мен жемістердің көп мөлшерін тұтыну, алкоголь мен майлы тағамдарды шектеу ұсынылады. Құрметті көрермендер, егер сіздерге сабағымыз ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Дендеріңіз сау болсын.